Сәлем достар, баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен осындай капустадан жасалатын голубцы рецептін жасайтын боламыз. Өте жеңіл, әрі кешкі уақытқа жегенде де тез ас қорытылуына ықпал етеді. Құрамында ешқандай ұн қосылмай жасалатын болғандықтан ПП-да жүрген қыздарымызға да керемет рецепт. Енді салмасын дайындауға кірісеміз. Оған фарш, күріш, жұмыртқа, жуа және дәміне қарай тұз, бұрыш дәмдеуіштер қосамыз. Күрішіңізді жартылай қайнатып алсаңыз да болады. 2 ас қасық өсімдік майын қосып, барлығын жақсылап араластырып аламыз. Міне осымен біздің салмамыз да дайын болды. Сәл сіңдіріп қойып, енді капустамызды дайындауға кірісеміз. Ол үшін бүтін осындай капуста алып, өзегінен пышақпен осылай түбін кесіп алып тастаймыз. Және де суды қайнатып, осындай кастрюльге құйып, бетін толық жапқанша құйып, 3-4 минутқа қойып аламыз. Мінеке жапырақтар осылай жұмсарып дайын болды. Енді қаттылау жерлерін кесіп тастап, арасына салмасын салып, орап дайындауға кірісеміз. Ораған кезде қатты қысып тастамай, жеңілдетіп орауға тырысыңыз. Негізінен бұл тамақтың денсаулыққа пайдасы көп, достар. Өйткені қырыққабаттың құрамында клетчатка мен минералдар көп болады. Сондықтан клетчатка біздің ас қорыту жүйемізге өте көп пайдасын тигізеді. Және де С витаминіне бай, С витамині өздеріңіз білетіндей иммунитетке өте пайдалы. Сондықтан да бұл тағамды жиі жасап тұрсаңыздар болады. Және де калориясы аз. Артық салмақпен күресіп жүргендегі де таптырмас тағам. Міне осылайша барлығын орап дайындап алдық. Енді тапамызды қыздырып дайындауға кірісеміз. Алдымен үстіне қоюға осындай тұздық дайындап алдым. 2 ас қасық томат, 2 ас қасық қаймақ, яғни қаймақтың орнына майонез қоссаңыздар да болады. Және 200 мг су. Барлығын жақсылап араластырып дайындап қоямыз. Осылай тапаны қыздырып, үстіне голубцыларымызды салып, үстіне жаңа дайындап алған тұздығымызды құямыз. Болды. Ешқандай қиындығы жоқ. Ештеңе қормайсыз, ештеңе пісірмейсіз. Тек қана осылай тапаңызға салып, үстіне тұздығын құясыз. Жеткілікті 25-30 минутта орташа отта пісіп шығады. Арасында тексеріп қоясыз піскен. Міне уже почти дайын болып қалды. Барлықтарыңызға ас болсын, міндетті түрде дайындап көріңіз. Каналымнан басқа тағы қандай рецепттер күтесіз, пікірге қалдыра отырыңыз. Қосатын заттардың нақты мөлшерін төменде описание бөліміне жазып кеттім.